Саламатсыздар ма, құрметті балалар? Бүгін сіздермен ежелгі көшпелілер өмірі тарауын бастаймыз. Жаңа тарауда бірінші қандай тақырыпты қарастырамыз? Ол үшін экранға назар аударайық. Баспалдақтың астында 4 сурет берілген. Төменнен жоғары қарай әрбір суреттен нені көріп тұрғанымызды анықтасақ қана тақырыпқа шыға аламыз. Ендеше бірге бастайық. Дұрыс. Бірінші суретте адамның қолындағы құрамында металы бар кен тасы бейнеленген. Бір саты көтерілейік. Дәл айтасыз. Екінші суретте ашық әдіспен алынатын кен орны көрсетілген. Бір саты жоғарылайық. Келісеміз. Үшінші суреттен адамдардың жер астынан кен тастарын алу сәтін көрдік. Соңғы саты қалды. Жарайсыздар. Төртінші суреттен балқытылған металды домна пешінен алып қалыптарға құйып жатқан кезеңді анықтадық. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан аумағында темірдің игерілуі. Осы сабақта темір өндірудің адамдар өмірін қалай өзгерткенін зерттейтін боламыз. Яғни, адамзат қоғамы дамуының жаңа кезеңі темір дәуірі туралы білеміз және ертедегі кен өндіру әдісімен танысамыз. Жаңа тақырыпты талқыламас бұрын 3 топқа бөлініп, кім жылдам ойынын ойнайық. Бірінші топ темірге байланысты адамдардың есімдерін атасын. Екінші топ темірге байланысты елді мекендер атауларын атасын. Үшінші топ темірге байланысты аспан денелерін атасын. Бәрекелді. Енді темір туралы кім ұшқыр ойынын ойнайық. Бірінші топ темірді қызған кезінде соқ. Екінші топ темір сырын отта танытады. Үшінші топ темірсіз адам тұзсыз тағам болмайды мақал мәтелдерінің мағынасын түсіндірсін. Жарайсыздар. Жауаптарыңыз қабылданды. Енді темір металының қасиеттерімен танысайық. Темір майысқақ, созылмалы, жұмсақ, аздап магнитті металл. Түрі қара және бұлыңғыр, аздап жылтыр болып келеді. 1535 Цельсий градусында балқып, 3000 градуста қайнайды. Ылғалды ауада темір қызыл қоңыр түске енеді, немесе тотығады. Бұл тотбасу деп аталады. Темірге хром металын қосып, берік және тот баспайтын болат пен шойын алынады. Қарапайым шегеден бастап, құрлықтағы алып жүк көліктері, мұхиттағы кемелер, аспандағы ұшақтар жасауға темір кені қолданылады. Экранға назар аударайық. Нені көріп тұрмыз? Ағзаға темір не үшін қажет? Темір тіршіліктің маңызды элементі. Адамдар мен жануарлар ағзасындағы қан құрамында темір болғандықтан қан қызыл түсті болады. Ол ағзада оттекті тасымалдайды. Енді экрандағы суреттерге мұқият зер салып, мәтіндерді зейін қойып тыңдайық. Адамдар темірді алғаш өндіріп, шаруашылықта қолдана бастаған кезең тарихта темір дәуірі деп аталады. Ерте темір дәуірі біздің заманымызға дейінгі 8-3 ғасырлар аралығын қамтиды. Кейінгі темір дәуіріне біздің заманымызға дейінгі 3 ғасыр, біздің заманымыздың 6 ғасыр аралықтары жатады. Темір дәуірінде өмір сүрген адамдардан қалған басты ескерткіштер, төбелер түрінде сақталған обалар, немесе қорғандар мен ежелгі тұрақтар. Обалардан табылған темір құралдар алғашқы кезеңде темір қорытудың сапасы нашар болғандығын байқатады. Сол себепті қоладан бұйымдар жасау жалғаса берді. Темір дәуірінде рулық қатынастар жетіліп, тайпалық одақтар құрылды. Қазақстан жерінде алғашқы мемлекеттердің пайда болуының алғышарты жасалды. Адамдар темірді қалай өндірді? Экрандағы суреттер мен мәтінге мән берейік. Темірді балқыту үшін пеш көріктер пайдаланылды. Пештің ішіне отын салып, үстіне кен тасын тастайды. Үстіне қайтадан отын үйіп, кен тасымен қайтадан жабады. Төменгі қабаттан от тұтатып, көрікпен ауа үрлейді. Сырттан үрленген ауа, немесе шикі үрлеу, пештегі температураны жоғарылатуға мүмкіндік береді. Кен балқып, пештің түбіне түседі. Кентас қорытылған соң, пеш бұзылып алынып, алынған металл ұстаханада қайтадан қыздырылады. Оттан алынған қып-қызыл темірді төске қойып, балғамен соғып, қажетті пішінге келтіреді.
темірден бұйым жасайтын адам ұста деп аталды. Солтүстік Қазақстандағы Ақиыр жерінен металл балқытуға арналған жүздеген пештердің орны табылған. Еңбек құралдарының темірден жасалуы жер өңдеуді жеңілдетті. Тауар ақша айналымы қалыптасты. Сауда саттық дамыды. Жаңа кәсіптер пайда болды. Сонымен, ерте темір дәуірінің ерекшеліктеріне тоқталайық. Адамдар тұрмыста темірді пайдалана бастады. Еңбек өнімділігі артты. Сауда саттық дамыды. Рулық қауымдық құрылыстың ерекше көшпелі түрі қалыптасты. Рулар арасындағы тығыз байланыстан тайпалық одақтар пайда болды. Халық саны артты. Жаңа жайылымдық жерлер игерілді. Көшпелі және отырықшы қоғамдар арасындағы байланыстар өркендеді. Тақырыпты қаншалықты меңгергенімізді тексеру үшін тапсырмалар орындайық. Сұрақтарды оқып, ақиқат немесе жалған екенін анықтайық. Дұрыс. Келесі тапсырмада берілген сұрақ соңындағы бір дұрыс жауапты белгілейік. Жарайсыздар. Соңғы тапсырмада берілген мәтіндер мен сөздерді сәйкестендіріңіздер. Бәрекелді. Осымен Қазақстан аумағында темірдің игерілуі атты тақырыптағы бірінші сабағымыз аяқталды. Егер сабақ ұнаса және тапсырманың барлығын сәтті орындасаңыз, желкенді жасыл түске бояңыз. Егер сабақта белгілі бір қиындықтар кездессе, желкенді сары түске бояңыз. Егер сабақ барысында тапсырмаларды орындау қиындау болып, мұғалімнің көмегіне жүгінсеңіз, желкенді қызыл түске бояңыз. Қаласаңыз, кемені де бояуға болады. Үйге тапсырма. Ұстаханадағы бір күн атты тақырыпқа 5-10 сөйлемнен тұратын шағын әңгіме жазып келіңіз.